Блогер 100 000 лайк үшін әкесін соққыға жықпақ болды. Сәлем достар, сіздермен бірге News.kz арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Өзбекстандық блогер 100 000 лайк үшін әкесін соққыға жығатынын айтқан деп жазады Стан.kz. Ташкент облысы Шыршық қаласының 24 жастағы тұрғыны 100 000 лайк үшін әкесін ұрып соғатынын айтқан видеосы үшін жауапкершілікке тартылды. Шыршық қалалық қылмыстық істер жөніндегі соты істі қарап, ер адамды Өзбекстанның әкімшілік жауапкершілік кодексінің 183 бабы ұсақ бұзақылық бойынша кінәлі деп таныды. Сот ер адамды 15 тәулікке қамауға алу туралы шешім шығарды, делінген хабарламада.